Hi kids, how are you today? My name is Сахмарал Абибулла and you are welcome to my funny English class. Балалар, менің көңілді ағылшын тілі сабағыма қош келдіңдер. If you are ready for the lesson, open your books at page number 80. Балалар, сабаққа дайын болсаңыздар, кітаптарыңыздан 60-шы бетті ашамыз. Do you remember what we have studied last time? Балалар, өткен сабақта не өткеніміз естеріңізде ме? Yes, we have studied about inventors and explorers. Өткен сабағымызда біз сіздермен inventors, яғни жаңа нәрселерді ойлап табушы, and explorers, жаңа жерлерді ашушы адамдар туралы бөлімді бастаған болатынбыз. And today we are going to continue this topic. Бүгінде балалар біз сіздермен осы тақырыпты жалғастырамыз. Today we are going to study lots of vocabulary and we are going to do lots of exercises. Бүгін біз сіздермен көптеген жаңа сөздер жаттап, және көптеген жаттығулар жасайтын боламыз. First of all, let's start from vocabulary. Ең алдымен жаңа сөздерден бастайық. Look at exercise number 4. Төртінші жаттығуға қараймыз. Listen, point and repeat. Қара, көрсет және қайтала. Visit. Repeat one more time. Visit. Visit, яғни бару. Cave. Repeat one more time. Cave. Cave, яғни үңгір. Diver. Repeat one more time. Diver. Diver, яғни сүңгуші. Footprint. Repeat one more time. Footprint. Footprint, яғни іздер. Discover. Repeat one more time. Discover. Discover, яғни жаңа нәрсе табу. Rock. Repeat one more time. Rock. Rock, яғни тас. Scream. Repeat one more time. Scream. Scream, яғни айғайлау. Балалар, сіздер жаңа сөздерді жазып алдыңыздар ма? Жазып алсаңыздар, сіздер суреттер мен әріптерді сәйкестендіріп шығыңыздар. This is exercise. It was exercise number 4. Бұл төртінші жаттығу болды. Ал енді біз сіздермен келесі жаттығуға көшейік. Let's move on to the next exercise. At exercise number 5, we are going to work with our new vocabulary. Балалар, бұл жаттығуда біз сіздермен бағана үйренген жаңа сөздермен жұмыс істейтін боламыз. Бағана біздің үйренген жаңа сөздеріміздің ішіндегі әріптер адасып кетіпті. Осы жаттығуда біз сіздермен адасып кеткен әріптерді өз орындарына қойып шығуымыз керек. For example, sentence number 1. Бірінші сөйлемді оқып көрейік. There is a big on the snow. Қардың үстінде үлкен не жатуы мүмкін? Is әрине. Сондықтан біз мына жерде footprint деген сөзді жазып қойдық. It is from an animal. Бұл is кімдікі? Animal, яғни жануардікі екен. Let's look at the next sentence. Келесі сөйлемге қарайық. There is a big. Үлкен не болуы мүмкін? Over there. Анау жерде. Do any animals live in it? Ішінде animals, яғни жануарлар тұрады ма? Деп сұрап жатыр. Жануарлар ненің ішінде тұруы мүмкін? Yes, of course. It is cave, яғни үңгір. Let's look at the next sentence. Келесі сөйлемге қарайық.
In the summer, жаз кезінде, my grandma and grandpa in Астана. Жаз кезінде мен Астана қаласында тұратын апамды және атама барып тұрамын деп айтып жатыр, я? Сондықтан біз бұл жерге visit, яғни бару деген сөзді жазамыз. Балалар, тағы да екі сөйлем қалды. Осы екі сөйлемді өздеріңіз аяқтайсыздар. Finish this exercise by yourself. And now we are going to do exercise number 6. Look at exercise number 6, but before we do exercise, look at the study spot. Балалар, қазір 6-шы жаттығуды орындамастан бұрын study spot бұрышына қараңыздар. Бұл жерде бізге етістікке ed деген жалғау қалай жазылу керек екендігі туралы ереже көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай, visit деген сөзде өткен шақты жасау үшін ed жалғауы жалғанып тұр. Мысалға, visited. Ал бірақ та егер сөз п дыбысына аяқталатын болса, мәселен, stop сөзіндегі п дыбысы екеу болып кетеді. Сонымен ed жалған кезде stopped екі п дыбысы айтылып тұр. Келесі, егер сөз л дыбысына аяқталатын болса да, мәселен, travel л екеу болып кетеді. Мысалға, traveled. Ал егер сөз и дыбысына аяқталатын болса, онда біз иді екі и жасамай, біреуін ғана жаза саламыз. Мысалға, liked. Ал бірақ та егер сөздің соңында y дыбысы тұратын болса, y дыбысы түсіп қалып, оның орнына I жазылады. Сонымен I-E-D, яғни studied деп жазамыз. Балалар, біз ed не үшін жалғаймыз? Естеріңізде ме? Yes, of course. Балалар, біз сіздермен етістікке ed'ді past simple, яғни өткен шақты жасау үшін қосамыз. Мысалға, өткен шақта біз сіздермен yesterday, last year, 5 years ago, кеше, алдың күні, бір күн бұрын деген сөйлемдерді жасаған кезде бізге етістікке ed жалғау керек болады. Мысалға, subject, verb, ed. We played football yesterday. Біз кеше футбол ойнағанбыз. Ал енді осы ереже туралы бірнеше мысалдарды тыңдап көрейік. I visited my aunt and uncle yesterday. I visited my aunt and uncle yesterday. Yesterday кеше болғандықтан бұл өткен шақ. Сондықтан I visited, мен барғанмын. Visit деген сөзге ed жалғанып тұр. I visited my aunt and uncle yesterday. Okay, very nice. Let's move on to the next example. My sister discovered a pretty rock yesterday. My sister discovered. Менің қарындасым discover, табу. Және discover деген сөзге ed қосылып тұр. My sister discovered a pretty rock yesterday. Pretty rock, яғни өте әдемі тас. Балалар, сіздер түсініп жатырсыздар ма? Келесі мысалға қарайық. We traveled to Australia last December. We traveled to Australia last December. Біз кен жылдың желтоқсан айында қайда бардық? Австралияға бардық. Travel, бару, саяхаттау деген сөзге л дыбысы бітетін жерде л екеу болып және ед жалғанып тұр. But Mum, we tidied our room last week. But Mom, we tidied. Tidy яғни тазалау. Бұл жерде негізінде y әрпі жазылу керек. Бірақ та ed яғни
өткен шақтың жалғауы қосылу керек болғандықтан why түсіп қалып, орнына I жазылып тұр. Tidied. Біз өткен аптада ғана бөлмемізді тазалағанбыз деп балалар айтып жатыр. They liked their new toys. They liked their new toys. Олар өздерінің жаңа ойыншықтарын ұнатты. Like деген сөзде и дыбысымен аяқталып тұрғандықтан, оған екі и жазбай, тек қана д ғана қоса саламыз. Балалар, сіздерге past simple, өткен шақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, let's do exercise number 6. Енді жаттығуды орындайық. Ең бірінші, Sultan listened to music last night. Сұлтан кеше түнде музыка тыңдады. Бұл жерде listen, тыңдау деген сөзге иди жалғаймыз. Келесі сөйлем I to Russia last summer. Өткен жылы жазда мен Россияға бардым. Travel деген сөзге біз иди жалғауымыз керек. Бағана айтқанымыздай, сөздің соңы л-ға біткен кезде л екеу болып кетеді, сондықтан біз travel деп жазамыз. Маржан for her test yesterday. Study деген сөзге біз мына жерде ed жалғап қойымыз керек. Study деген сөз y деген әріпке бітіп тұрғандықтан y түсіп қалып, орнына I, ed жазылады. Studied. Балалар, жаттығуды әрі қарай дәл осындай етіп өзіміз аяқтаймыз. Look, read and correct. Қараймыз, оқимыз және түзетеміз. Балалар, мына жерде бізді шатастыру үшін суреттегі сөйлемдерді дұрыс емес етіп жазып қойыпты. Сондықтан біз сіздермен оны түзетуіміз керек. For example, Bella painted a tree yesterday. Белла кеше не істеді? She painted a tree. Ол ағаштың суретін салды. Суретке қараймыз. No, ол ағаштың суретін салған жоқ. Ол гүлдің суретін салды. Сондықтан she didn't painted a tree деп жазып, нүкте қоямыз. Енді дұрыс сөйлемді жазамыз. She painted a flower. Ол гүлдің суретін салды. Ал енді келесі сөйлемді орындап көрейік. Bella visited the museum yesterday. Bella кеше қайда барды? Музейге барды. Museum. Енді суретке қарайық. Ол кеше музейге барды ма? No. Bella she didn't visited the museum. Ол музейге барған жоқ. Қайда барды? She visited zoo. Ол кеше зоопаркке барды. Балалар, жаттығуды дәл осындай етіп өзіміз әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, әрі қарай біз сіздермен ойын ойнаймыз. Let's play. Ойынның шарты бойынша қазір мен сіздерге бір сөйлем айтамын, ал сіз сол жердегі сөзге тағы бір сөз қосып әрі қарай жалғастырасыз. For example, yesterday I played tennis. Кеше мен теннис ойнадым. Yesterday I played tennis. Ал енді сіздер осы сөйлемге тағы бір сөз қосыңыздар. For example, Yesterday I played tennis and football. кеше мен теннис және футбол ойнадым. Ал енді сіздер тағы бір сөз қосып айтыңыздар. Және маған кері байланыс жібергенде ең көп ұзақ сөйлем кімдікі болады, сол балаға мен өзімнің марапатымды дайындаймын. Our lesson is over. Goodbye, children.